Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді киш с курицей дайындаймыз. Ол үшін ұнға тұзды, разрыхлителді және маргаринді салып, жақсылап үгіттейміз. Үгіттеп болғаннан кейін бір дана жұмыртқаны, қаймақты салып жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға не болмаса пакетке салып орап қоямыз. Яғни тұндырып қоямыз қамырымызды. Енді салмасына кірісейік. Туралған пиязға, кинзаны, туралған тауық етін, консервіленген кукурузный банканың бір жартысын саламыз және үкіштен өткізілген сулунгуни сырының жартысын саламыз. Енді құймағын дайындаймыз, яғни заливкасын. 3 дана жұмыртқаға 1 қасық ұнды, тұзды және қаймақты салып, жақсылап бір араластырамыз. Дайын болған заливканы салманың үстіне құямыз. Жақсылап қасықпен араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Жайып болған қамырымызды формаға немесе противенге салып, шеттерін көтереміз. Яғни салмасын салған кезде салмамыз ақ кетпеуі керек. Енді салмамызды саламыз. Біркелкетіп жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін үстіне брокколиді қойып шығамыз. Брокколиді алдын ала ыстық суда 5 минут қайнатып аламыз. Енді салып болғаннан кейін қалған сулунгуни сырын бетіне сүйіп шығамыз. Черри помидор не болмаса үлкен помидорды ұсақтап тұрып, дәл осылай қойып шығамыз. Қалған кукурузды сеуіп шығамыз. Енді пирогымыздың осылай шеттерін түйіп шығамыз. Міне пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады, әрі тойымды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.